20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнерінің дамуы қандай деңгейде болды? Қазақ музыкасы мен театр өнері жайлы не білесің? Бұрын қазақта болмаған бейнелеу өнері қалай дамыды? 20 ғасырда бүкіл әлемге танылған кино өнері қазақ мәдениетіне қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап іздейік. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнерінің дамуы қандай деңгейде болды? Қазақ музыкасы мен театр өнері жайлы не білесің? Өнердің музыка, кескіндеме, театр, кино, сәулет өнері тағы басқа түрлері бар. Осылардың ішінде музыка өнері 20 ғасырдың 20-30 жылдарында халықаралық деңгейде кеңінен танылды. Александр Затаевичтің «Қазақ халқының мың әні» кітабын оқыған француз жазушысы Ромен Роллан соншама нәзік әуезді көңіл күйдің құдіретіне, даланың сәнін келтіретін тамаша және салауатты әуендердің құйқылжуына тәнті болдым деп жазды. 1925 жылы қазақтың жезтаңдай әншісі Әміре Қашаубаев Парижде өткен дүниежүзілік көрменің этнографиялық концертіне қатысып, ағаш аяқ, дударай, қара торғай, қызыл бидай, үш бидай әндерін орындады. Қазақ әншісінің өнеріне тәнті болған француз халқы оған жоғары баға берді. 1927 жылы Германияның Франкфурт қаласында өткен дүниежүзілік музыка көрмесінде ән айтқан Әміре Қашаубаевты тыңдағысы келген халық көрме аяқталғаннан кейінде жібермейді. Дарынымен ән сүйер қауымды тәнті еткен Әміре гастрольдік сапарын ұзартып, Германия қалаларын ұзақ уақыт аралап өнер көрсетеді. 20 ғасырдың 30 жылдары Қазақстанның кәсіби музыка өнерінің дамуымен ерекшеленеді. Мысалы, Қызылорда қаласында 1926 жылы 13 қаңтарда ұлттық қазақ театрының шымылдығы Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасымен ашылды. Жүсіпбек Аймауытовтың «Алтын сақина» пьесасы қазақ театрында қойылған алғашқы қойылымның бірі болды. Сондай-ақ Алматыда 1932 жылы музыка техникумы, 1934 жылы қазақ музыка театры ашылды. Ұлттық театрды құруда оның алғашқы режиссері Жұмат Шанин ерен еңбек сіңірді. Театрда Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов, Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебековтер еңбек етті. Қазақстан балет өнерінің тарихы белгілі қазақ бишісі Шара Жиенқұловадан басталады. Қазақстанның халық әртісі, композитор Евгений Брусиловский халық музыкасы негізінде «Қыз жібек» операсын сахналады. Операның либреттосын қазақтың халық жазушысы Ғабит Мүсірепов жазды. «Қыз жібек» операсы қазақ музыкасының алтын қорына енді. 1936 жылы Мәскеуде өткен 10 күндікте Қазақстанның музыка және театр өнері жетістіктерінің байқауы болды. Оған 300-ден аса өнер өкілдері қатысты. 1937-1940 жылдары 21 мыңнан аса спектакль қойылып, 6,5 миллион адам тамашалады. Қазақ тарихында болмаған бейнелеу өнері қалай дамыды? Қазақ бейнелеу өнерінің алғашқы табыстары орыс суретшісі Николай Гаврилович Хлудовтың суреттерімен байланысты. Ол өз шығармаларында көшпелі қазақ халқының өмірі мен тұрмысын айнытпай бейнелеген. Бейнелеу өнерін кәсіби түрде меңгерген тұңғыш қазақ суретшілері Әубәкір Смайылов пен Әбілхан Қастеев еді. Әбілхан Қастеев қазақтың әйгілі суретшісі, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Оның танымал туындылары колхоздағы сүт фермасы, мақта жинау, колхоздың тойы туындылары. Сонымен қатар Кенесары Қасымов, Абай, Шоқан Уәлиханов, Жамбылдың портреттері. Ерекше танымалы Амангелді сарбаздары портреті. 20 ғасырда бүкіл әлемге танылған кино өнері қазақ мәдениетіне қалай әсер етті? Қазақ кино өнері біршама қиындықтарды басынан өткерді. Сол кездері кинотехника, жабдық, маман жетіспеді. Дегенмен 1925 жылы тұңғыш деректі фильм түсірілді. 1938 жылы Ленфильм киностудиясы Қазақ академиялық драма театрының әртістерінің күшімен қазақ және орыс тілдерінде Амангелді фильмін түсірді. Фильмнің режиссері Майсей Левин, сценарий авторлары Всеволод Иванов пен Ғабит Мүсірепов болды. Фильмдегі басты рөлдерді Елубай Өмірзақов пен Шара Жиенқұлова сомдады.
Фильмнің музыкасын Ахмет Жұбанов жазды. Қажымұқан Мұңайтпасұлы, қазақтан шыққан тұңғыш балуан. Ол қазақ халқын әлемге танытқан тұлғалардың бірі. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерінен басым түскен Қажымұқан әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ спортшысы. Қара күштің иесі атанған батыр бабамыз теңдессіз өнермен жер шарының 54 мемлекетін аралап, 48 медаль алған. 1927 жылы Қажымұқанға қазақ даласының батыры атағы берілді. Осылайша, 20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнері түбегейлі өзгеріп, халық мәдени рухани тұрғыда дамыды.